Сәлем, бүгін сіздермен жеңіл, оңай жасалынатын брокколи мен салат жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен қажетті өнімдеріміздің барлығын жуып тазалап дайындап аламыз. Брокколи менде үлкен бір тарелка шығатындай етіп жасап жатырмын. Салат жапырағы, қияр, қызанақ, салат жапырағын мұздай суға кішкене бір 10-15 минутқа салып, осылай сілкіп аламыз суын. Қызыл болгар бұрышы, тәтті бұрыш қажет болады. Алдымен брокколиді осылай өзіңізге керегін алып аламыз. Бөліктерге бөліп қатты майдалап жібермейміз. Осылай бөліктерге бөліп алып, қайнап тұрған суға тұз салып, міндетті түрде тұз салу керек. Осылай 3 минут қайнатамыз. 3 минут қайнаған соң оны өте салқын мұздай суға салып аламыз. Ыстық судан алып, мұздай суға саламыз. Сосын ода да 1-2-3 минуттай тұрады мұздай суды. Сосын одан ыдысымызға осылай суын сырғытып алатын боламыз. Бұл процесс бізде өте маңызды. Тұз суда зиянды заттардан арылу үшін, мұздай суға өзінің түсін бермес үшін саламыз. Ал қиярларымызды осылай ірі етіп тураймыз. Осылай барлығын ірілеп турап шығамыз. Сосын бізде тәтті бұрыш, осы қызыл түсімен жасасаңыздар, әдемі шығады. Осы ұзынша етіп кесіп аламыз. Мен жартысын қолдандым, жартысы жеткілікті бір ыдыс үшін. Сосын қызанақ жұмсақ болмағаны дұрыс, кішкене қаттылау болғаны дұрыс. Салатқа қатты су шығып кетеді. Осылай үрлеу етіп турап аламыз мұны да. Одан соң жуылған салат жапырағын қолымызбен бөліктерге бөліп алсақ та жеткілікті. Салат жапырағы мұздай суда тұрған себебі кішкене жұмсақ болмай әдемі болып тұрады. Сондықтан кішкене бір 10-15 минуттай мұздай суға салып алғаныңыз дұрыс. Осылай бөліктерге бөліп салат жапырағын саламыз. Сосын оған сұйық май немесе оливковый масло құйсаңыздар да болады. Мен оливковый масло қолдандым. 2 ас қасық оливковый масло, біраз қасықта соевый соус, сосын қант, тұз, аздап қана қара бұрыш, көп емес, аздап қана қара бұрыш қосамыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Дәл осылай ыдыста бір жарты сағаттай тұрып, сосын ыдысымызға салып дастарханға ұсынуларыңызға болады. Өте дәмді жеңіл салаттың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де өте әдемі көрінеді. Әр түрлі етіп өзіңіздің қалауыңызша сәндеуіңізге болады. Төменге пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған үмида, астарыңыз дәмді болсын.